أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, Алла тағала қылған құлшылықтарымызды қабыл еткен болсын. Біз мына фиқ сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабақтарымызда не өткен болатынбыз? Қандай сабақ өтті? Өткен сабақ мәсіге мәсіх тарту үкімі. Бір еске түсіріп өтейік. Мәсіге мәсіх тарту үкімін. Жалпы мәсіге мәсіх тарту үкімі уәжіп дәрежесінде дедік. Оны жоққа шығаруға мүлдем болмайды дедік. Өйткені ол жайында 70 сахабаның куәлігі бар. 70 сахаба пайғамбарымыздан көргендігі дәлел келтірілген. Одан кейін Али радиаллаху анхтың да мына бір хадисін тағы бір еске түсіріп өтейік. Егер де мына дін адамдардың ойымен жүргізілетін болғанда еді, мәсіге мәсіх тартуды астына тартатын еді. Алайда мен пайғамбарымыздан мәсіхті мәсінің үстіне тартқанын көрдім дейді. Мына осы хадиске сүйене отырып, осы хадис дәлел бола отырып, және де басқа да хадистер бар. Мына мәсіге мәсіх тарту жалпы үкімін айтып өттік. Яғни оның біраз нәрсесін айтып өттік ол сабағымызда. Шарттарын айтып өттік. Абу Ханифа мен оның екі шәкірті имам Мұхаммед, Абу Юсуфтердің көзқарастарын айтып өттік. Мына күніміздегі тартылып жатқан мәселелердің үкімдерін бір айтып өттік. Алайда бұлардың ешқайсының ішінде нәски деген нәрсе жоқ еді. Нәскиге мәсіх тарту деген нәрсе жоқ еді. Өйткені мәсіге мәсіх тарту жайында ондай ешбір нәрсе келмеген. Яғни біздің мына күніміздегі нәски мүлдем мәсіх тартуға жарамайды. Өйткені мәсінің негізгі қасиеті ол өзінің астына бір нәжісті жібермеу. Бетіне су түйсе, астына суды өткізбеу. Мына ал нәски деген нәрсе аяғыңызға су түйсе, теріңізге өтіп кетеді. Дұрыс па? Сондықтан да ол бұл үкімге кіргізе алмаймыз бұл нәрсені. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз, бұны да бір айта өту керек. Әйелдерге қатысты тақырыптардың бірі хайыз тақырыбын айтып өтуіміз керек. Өйткені бұл хайыз тақырыбын білмесек, көп нәрседен құр қалуымыз мүмкін, көп күнәға жолығып қалуымыз мүмкін. Шариғаттағы үкімін бір біліп өткеніміз дұрыс. Яғни хайыз деген нәрсе бірінші жалпы түсіндіріп өтейік. Шариғаттағы мағынасы және сөздік мағынасы болып екі неге қарастырамыз. Сөздік мағынасы бұл жалпы ағу деген мағынаға келеді. Яғни бір нәрсенің ағуы. Оған хайыз деп аталады. Ал енді шариғаттағы мағынасы бұл ас-сайалан аддаму махсусун мин маудиин махсусин фи уақтин маълумин. Белгілі бір уақытта, белгілі бір жерден келетін қанға хайыз деп айтылады дейді. Яғни адамның белгілі бір жерінен келет бұлған, яғни мұрнынан келген қан, болмаса аузыңнан қан құссаң, бұл үкімге кірмейді. Яғни белгілі бір жер болу керек. Міне шариғатымыздағы үкімі осындай екен. Ал енді кітабымызға өтейік. Кітабымыздың Ихтияр кітабынан өтіліп жатыр. Мәтін бойынша хайыз дегеніміз бұл хайыз қаны дегеніміз жас бір кішкентай бір қызды осы қан көру арқылы балиғат жасына толды деп есепке айналдыратын бір қан дейді. Яғни жас қызды балағат жасына жетілдіретін бір қан. Яғни сол қанды көру арқылы қыз балағат жасына толған болып есептеледі. Мына ер кісілер, ер балдар балағат жасына неше жаста толады? 13 жасында толады, 13 жасында толады. Ал әйел балдары 9 жасында балағат жасына толады. Міне сол уақыттан бастап, иншалла, балдарымызға намаз барлығы міндет болады екен. Ал енді бұл кей жағдайларда, кейбір суық өңірлерде бұл кешігіп қалатын жағдайлар болады. Ол кезде ешқандай көрінбеген жағдайда, қызда 9 жасында көрінбеді, балада сол 13 жасында көрінбеді, онда 15 жасынан бастап автоматты түрде балағат жасына толды деп есептеліп кетеді екеуі де. Бұл түсінікті. Ал енді осы қанды көру арқылы әйел балиғат жасына толды болып есептеледі, қанды көргеннен соң.
Ал енді бұған жалпы бір түсіндірме жасап өтеміз. Мына кітабымыз айтады, анис-сиғари ваддаи деген нәрсені қосқан екен. Аурудан және кішкентайлықтан бөлек деп қосқан екен. Яғни бұл әйелдің, жалпы бұл хайыз деген нәрсе әйелдің жатырынан келетін қан. Яғни жатырынан басқа, жатырының тысындағы бөлек қан ол хайызға жатпайды. Ол міндетті түрде сол жатырынан келу керек. Шарты сол. Ал жатырынан бөлек жерден келген қанды ол истихаза қаны болып есептеліп кетеді екен. Мына жерде сиғар деп айтты, кішкентайлықтан. Мына кішкентай қыздар, балағат жасына толмаған қыздардың көрген қаны не болады? Ол истихаза қаны болады. Яғни кішкентайлықта ондай хайыз қаны болмайды екен. Яғни әрине хайыздың несі болады, бірақ та нақты оған хайыз үкімі берілмейді. Яғни ол көрген қаны истихаза қаны деп есептеледі екен. Қашан ол балағат жасына толады, міне содан кейін барып ол жаңағы қаны нәжіс болады, намаз оқуға тыйым болады деген сияқты нәрселер содан бастап жүреді екен. Ал енді ауру себебінен, яғни қандайда бір ауру себебінен астынан қан кетіп жатса, ол неге кірмейді, хайызға кірмейді. Яғни ауру себебінен де болмау керек, өздерінің айлық келетін сол 3 күндік қаны, болмаса 3 күннен 10 күннің арасындағы қаны болу керек. Яғни жатырының шығарған қаны болуы тиіс дейді. Ал енді мына кітабымызда айтады, қан негізі 3 түрлі болады дейді. Біріншісі жаңағы біздің білетініміз хайыз, екіншісі истихаза, үшіншісі нифас. Құдай қаласа, уақытымыз егер толық болып жатса, жетіп жатса, осы тақырыптарға тоқталатын боламыз. Оның біріншісі жаңа хайызда түсіндіріп өттік. Ал енді хайыздың аз уақытына тоқталайық. Ва ақаллул хайди саласату айямин ва лаялиха. Хайыздың ең азы 3 күн, 3 түн. Бұл Ханафи мазхабының ұстанымы осы. Басқа мазхабтарда болуы мүмкін, 2 күнді де хайыз деп есептейтін болуы мүмкін. Алайда біздің мазхабта хайыздың ең аз уақыты 3 күн. Яғни 3 күн, 3 түн. Әр күнді 24 сағат деп есептеңіз, сол 24 сағаттан 72 сағат болу ма, 74 сағат болу ма, сондай болады. 3 күн, 3 түнді есептейді, яғни ең азы сол болу керек дейді. Ал енді ва аксаруху ашаратун. Ал енді ең көбі 10 күн. Ва билаялиха. Түнімен қоса есептегенде ең көбі 10 күн болады дейді. Сонда әйел кісілерден 3 күн мен 10 күннің арасында оларда қан келу мүмкіндігі бар екен. Яғни қан келуі мүмкін екен жатырынан. Ал енді бұны медицинамызда түсіндіріп атады, ол қанды не үшін көреді? Жаңағы жатырдағы аналық ұрықтардың уақыт өткеннен кейін өзі қанға айналып сыртқа шығуы. Солай айтылады. Яғни сол уақыт өткеннен кейін, көтермегеннен соң, сол қан ненің барлығы бұрынғы ұрықтардың бәрі шығып кетеді, орнына жаңа не қалыптасады. Қан біткеннен соң. Міне бұл сол нәрсенің бәрі қан болып сыртқа шығады екен. Ал одан кейінгісі көбі 10 күн дедік. وَمَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّهِ وَمَا زَادَ عَلَى أَكْسَرِهِ. Ал енді осы 3 күннен аз көретін болса, бір әйел 2 күн қан көрді, болмаса 2,5 күн қан көрді, ал болмаса 10 күннен асып кетті, 10 күнге дейін қан көрді да, одан кейін 11 күн көрді, 12 күн көрді, бұның барлығы истихаза қаны болып есептеледі екен. وَمَا تَرَهُ الْحَامِلِ. Және де мына 2 қабат әйелдің де көрген қаны истихаза қаны болып есептеледі. Хайыз деген нәрсе намазға, оразаға тыйым болады. Бұл әйелдерге байланысты болған нәрсе. Яғни естіп алыңыздар, әйелдеріңізге үйретесіздер. Хайыз деген нәрсе әйелдің намазына тыйым болады. Истихаза деген нәрсе ол әйелдің намазына, оразасына тыйым болмайды. Яғни 3 күннен аз болып келген қан, болмаса 3 күні 10 күннен көп болып келген қан, ол истихаза қаны болып есептеледі. Ол намазға тыймайды, онымен намаз оқи берсе болады, сол келіп жатқан қанымен. Яғни ол адам, мына жақта айтамыз, үзірлі адамның қатарына кіріп кетеді автоматты түрде. Одан кейінгісі وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا صَلَاةَ وَلَا الْوَطْءَ. Ал енді бұл истихаза қаны
ол адамның оразасын тыймайды, намазын тыймайды және күйеуімен бірге болуын тыймайды дейді. Яғни истихаза қаны міне сол нәрсе. Жаңағы екі қабат әйелдің де көрген қаны истихаза қаны деп айтылады екен. Оған мына кітабымыз айтады, әйел баласы екі қабат болған кезінде жатырының аузы бітеледі дейді. Яғни оның хайызы балаға тамақ ретінде болады дейді. Ол әйел хайыз көрмейді, екі қабат әйел. Мына хайыз көрмегендігі үшін ол адам қандай қан келсе де намазын оқи береді екі қабат кезінде. Яғни 9 ай 9 күн көтере ме, сол уақыттың барлығында ешқандай үзіліссіз намазын оқиды күнделікті өзінің Алланың бұйырған. Мына жағы түсінікті. Енді бұндай әйелдер не істейді? Дәретін алады, жаңа истихаза болған әйелдер. Истихаза деген түсіндіңіздер ме? Истихаза деген жалпы бір ауру себебінен келген қанға айтылады. Денесінің бір жері ауырып жатыр, болмаса бір қан тамыры жарылған, содан келген қан, соның барлығы мысалы истихаза қанына болып есептеледі әйелдерде. Жаңағы 10 күннен аз, 10 күннен көп, 3 күннен аз көрілген қанның бәрі истихаза қаны болып есептеледі. Міне осындай қан кезінде не істейді? Пайғамбарымыздың бұл жайында айтқан сөзі бар. Ол әйел дәретін алсын, намазын оқысын, егер тіпті жаңағы қан тамшылап тұрса да дейді. Қан тамшылап тұрса да намазын оқи береді дейді. Ол қан истихаза қаны болғандығы үшін намазына кедергі болмайды дейді. Өйткені ол қан бір жарылған тамырдан шыққан қан дейді. Пайғамбарымыздың хадисі. Тағы وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَلْوَانِ فِي مُدَّةِ حَيْضِهَا حَيْضٌ. Енді мына бір түстерге байланысты. Әйел кісінің көретін қаны түсіне байланысты үкімінде өзгеріп отырады. Бірақ қандай да бір түс болса да, ол хайыз болып есептеледі екен. Жалпы пәтуаға көре. Ішінде кейбір ғалымдардың таласқан нәрсесі бар. Бірақ та негізгі пәтуа қандай да бір түсі өзгеше болатын болса, ол уже истихаза қаны болып есептеледі екен. Мына жерде айтып жатыр, әйел кісінің сол хайыз уақытындағы көрген әрбір қаны ол хайыз болып есептеледі. Неге дейін? Хатта тара әл-баяда әл-халиса. Тап-таза аппақ сұйықтықты көргенге дейін оның көрген нәрсесінің барлығы хайыз болып есептеледі. Ваттухрул мутахаллилу фи муддати хайдин фил муддати хайдун. Жалпы осы бір адам 10 күн хайыз көреді деп есептесе, бір әйел, оның сол арасындағы үзіліп қалған күндері, кей күндері әйелде әрдайым қан келіп тұрады деген нәрсе жоқ екен. Арасында 1-2 күн келмей қалуы да мүмкін, басқа да күндер болып қалады да, міне сол үшін 10 күнде ол толық күтеді. Яғни алғаш көріп жатқан адам болса. Сол 10 күннің ішінде 1-2 күн таза болып қалуы, болмаса 1-2 сағат келмей қалуы, ол нені тыймайды. Яғни 1-2 сағат болмаса 1-2 күн таза болып қалдым деп, ол әйел намаз оқи алмайды. Тазалығы себебінен. Алайда сол 10 күнге толтырып, 10 күнге дейін келген қанын күтеді. Сол қаннан кейін барып, қаннан тазарғаннан кейін барып, намазын оқуға мүмкіндік болады дейді. Одан кейінгісі وَهُوَ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ أَصْلًا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ فَتَقْضِيهِ. Ал енді бұл жерде айтып жатыр, хайыз адам жаңағы сол арасындағы түскен тазалық болсын, хайыз болсын, бұл нәрсенің барлығы әйел кісінің намаздан тыйып қояды, оразадан тыйып қояды. Алайда оразаның қазасын өтемейді, алайда намаздың қазасын өтемейді, оразаның қазасын өтейді дейді. Бұл жайында да пайғамбарымыздың хадисі бар. Айша анамыздан жеткен хадис. Пайғамбарымыздың заманында әйел кісілер оразаны қаза ететін еді, және де намазда қаза етпейтін еді деген хадис екен. Бұл да Бұхарида сахихында келген хадис екен. Ал енді намазды оқымау себебін кітабымыз айтады. Өйткені ол әрбір күнде, әрбір айда болатындықтан, ол нәрсе әйел кісіге ауыр дейді. Күнде, мысалы 5 уақыт, 10 күн көретін әйелді есептеңіздер, тіпті 3 күн көретін әйелді есептеңіздер, күніне 5 уақыттан 15 уақыт. Ал ол 15 уақытта әрқайсы ракағатын есептейтін болсаңыз, әйел кісіге қатты зорлық болып кетеді екен.
Міне сондықтан да Алла тағаланың әйел кісілерге жеңілдігі сол хайыз уақытындағы намазын өтемейді, алайда оразасын өтейді. Неге ораза? Өйткені жылына бір-ақ рет келетін болғандықтан жылдың қалаған уақытында сол өзінің несін қазасын өтеп беруіне болады екен. Одан кейінгісі уаяхруму уатуха. Ал енді бұл хайыз деген нәрсе уат жасауда тияды. Уат жасау деген яғни әйелімен бірге болу. Яғни үйленген кісілер болса, сол уақытта әйел кісісімен өзінің әйелімен бірге бола алмайды. Яғни бұл нәрседен көп хабарсыз бауырлар бар. Мына ауылды жерлерде бұл нәрсеге мүлде мән берілмейтін жерлер бар. Міне сондықтан да бұның жазасы негізі өте ауыр. Кімде-кім бұл нәрсені халал деп айтатын болса, мына жерде Құдай сақтасын қатты айтады екен. Құран-ы Каримде бұған дәлел бар айтады: "Вала тақрабухунна хатта ятхурна", олар тазаланғанға дейін әйелдерге жақындамаңдар дейді. Бұл жердегі тыйым болған нәрсе харамдық тыйымы. Яғни сіз қандай да бір еркек әйелімен сол уақытта бірге болатын болса, онда күнәһар болады дейді. Харам істі істеген болады. Мына жерде ашықтап беріпті: егер екеуі де бір-біріне жаңағыдай жылылық танытып сол уақытта жақындасқан болса, онда екеуі де күнәһар болады дейді. Ол екеуіне истиғфар айту, тәубе ету міндет болады. Яғни Алладан көп кешірім сұрау керек, және Аллаға бұл күнәға екінші мәрте қайта қайтпаймын деп, егер сондай жағдай болып қалғанның өзінде солай істеу керек дейді. Истиғфар айту керек, тәубе айту керек дейді. Яғни истиғфар айта салам, тәубе ете салам деп болуға болмайды. Бұны біліп алған. Бұл қандай адамдар үшін? Білмей сол уақытында болып қойған адамдар үшін айтылған нәрсе. Ал білген адам үшін ол нәрсені істеу, оны халал санау үкіміне кіріп кетеді. Яғни біліп тұрып сол нәрсені істейтін болса, оны халалға шығарған үкіміне кіреді. Сондықтан да ол нәрседен сақтанған дұрыс. Мына жерде айтады: оны халал деп санаған адамның кәпір болуынан қорқамыз дейді. Яғни оны уаякфуру мустахиллуху деп ашық келеді екен мына жерде. Оны халал еткен адам діннен шығады, кәпір болады. Яғни хайыз кезінде жақындасуға болады деген адам, Құдай сақтасын, діннен шығу қаупі бар екен. Яғни мұсылман болмай қалады. Ал енді уаястамтиу биха ма фауқал изар. Ал енді сол изардан жоғарысын пайдалануына болады ер кісінің. Яғни бұл жердегі харам болған нәрсе әйел кісінің әурет жері, кіндігі мен тізесінің арасы. Сол екі ортаға мүлдем жақындауға болмайды, қалған жерін пайдалануға болады дейді. Кітабымыз айтып жатыр ол нәрсені. Өйткені бұл жайында мына бір хадис келеді: "Лиқаули ибн Умар саалту Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам ма яхиллу лирраджули мин имраатихил хаид". Хайыз әйелінен, яғни еркек үшін өзінің хайыз әйелінен халал болған жерлері қайсысы деп сұраған кезінде пайғамбарымыз айтады: "Ма фауқал изар", изардың жоғары жағы дейді. Ал Айша анамыздан жеткен бір хадис бар: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам яъмуруни фааттазиру фаюбашируни ва ана хаид". Пайғамбарымыздан, Айша анамыздан жеткен хадис: пайғамбарымыз маған бұйыратын еді, пайғамбарымыз қашан мені құшақтағысы келсе, мен изарымда мықтап байлайтын едім дейді. Төмен жақтағы киімді айтып жатыр. Изарымда мықтап байлайтын едім, пайғамбарымыз мені құшақтайтын еді, мен хайыз кезінде дейді. Яғни хайыз кезінде құшақтауға болмайды деген нәрсе жоқ нәрсе. Құшақтауына болады, жаңағы айтқанымыздай жоғарысын қолдануына болады деп жатыр. Ал басқа имам Мұхаммедтен жеткен хадис, ол кісінің айтқан нәрсесі қаннан ғана сақтанады, ал қалған нәрсесі еркек үшін халал дейді. Бұл не нәрсе? Қаннан ғана сақтанады деген сөз, жимақ жасамайды, яғни бірге болмайды,
ал қалған нәрсе әйелімен құшақтауына, басқа амалдарын жасауына болады деп жатыр. Одан кейінгі бұл имам Мұхаммедтің сүйенген хадисі яснау роджулу биимраатихил хайди күллі шейни илал жимах. Мына бір хадиске сүйенеді. Ер кісі өзінің әйелімен жимақтан басқа барлық нәрсені істеуіне болады дейді. Әрине бұл жерде шариғаттың шеңберінде бұл нәрсенің барлығы. Тағы да бұл тақырыпқа кіретін وإن قطع دمها لأقل من 10 أيام لم يجوز وطئها حتى تغتسل. Егер де бір әйелдің бір 10 күн көретін, қанды 10 күн көретін бір әйел бар, сол әйел 10 күні бітпей қаны тоқтап қалды. 9 күн болған кезінде қаны тоқтап қалды. Ол әйелге адам күйеуі жақындаса алмайды, бірге бола алмайды, қашанға дейін? Жуынғанға дейін. Қашан ол жуынады, содан кейін барып, яғни ғұсылын алады, содан кейін барып бірге болуына болады дейді. Ау ямдия алейха уақыту солатин, немесе жуынбаса да бір намаз уақыты өткенінше, уақыт өткеннен кейін бірге болуына болады жуынбаса да. Яғни бір намаз уақыты деген нәрсе, бір адам ғұсылын алып, сосын намазын оқи алатындай бір уақыт өтсе, ғұсыл алуға мысалы 20 минут кетеді десеңіз, намаз оқуға бір 20 минут кетеді десеңіз, сол 40 минуттай, яғни 1 сағаттай уақыт өткеннен соң әйелі жуынбаса да бірге болуына болады дейді. Алайда жуынып болғаннан соң бірге болуы абзал. Міндет, өйткені Құран-ы Каримде олар тазаланғанға дейін деп тұр. Қашан олар жуынады, тазаланады, содан кейін барып бірге болуына рұқсат беріледі дейді. وَإِنْ قَطَعَ لِعَشَرَةٍ جَازَ قَبْلَ الْغُسْلِ. Ал енді қаны 10 күннен кейін тоқтаса, яғни 10 күн бойы еді, 10 күнді көріп болғаннан кейін қан тоқтаса, ол кезде де жаңағы нәрсе жуынбай тұрып бірге болуына бола береді. Бола береді екен. Жалпы біздің мазхабта бір рет уақыты өзгеруменен уақыты өзгеріп кетпейді. Кемінде 2 рет, 3 рет қайталану керек әйел кісінің. Мысалы, әрдайым бір айда 10 күн көретін әйел, келесі айда 9 күн көріп қалатын болса, онда ол 9 күнге үкімі өзгерді деген нәрсе болмайды. Келесі айда да 9 күн көру керек. Сонда ғана оның үкімі 9 күнге өзгереді. Алайда бір күн көргеннің кесірінен, яғни бір рет болды сондай, одан кейін сол үкіммен жүріп кете алмайсыз да, яғни 10 күнді күту керек болады ол кезде. 10-шы күнді толтыруыңыз керек болады екен. وَأَقَلُّ الطُّهْرِ 15 يَوْمًا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ. Ал енді ең азы бұл тазалықтың, яғни енді әйелдің қанша күн таза болып жүреді дейтін болсақ, ең азы 15 يَوْمًا 15 күн дейді. Әйел кісінің таза болып жүретін уақыты ең азы 15 күн. Ал жоғарысы енді шегі жоқ. Оны өзі белгілене береді. Мысалы, айына 29 күн бар деп есептесеңіз, 3 күн көретін болса бір әйел, қалған күні тазалық болып кете береді. 4 күн болса қалған күні тазалық, 5 күн болса қалған күні тазалық болып кете береді. Сол сияқты, бірақ ең азы 15 күн болу керек. Яғни мына жерде арасына тазалық араласқан бір қан деп айттық қой бағана. Ондай нелерде арасына ең азы 15 күн түсу керек. 15 күн түспейінше оның қайызы қайыз болып есептеле береді. Бір күн, 2 күн арасында үзіліп қалу болатын болса, ол күндердің бәрі қайыз үкіміне жүре береді. Жаңағы айтқан нәрсеміз, бір адам, бір әйел 10 күн қайызын көретін еді. 10 күннің сол алғашқы 3 күнін қайыз көрді, одан кейінгі 1-2 күнін қайыз көрмеді, одан кейінгі 3 күнін тағы қайыз көрді, 1 күнін қайыз көрмеді, сөйтіп 10 күнді толтырды. Ол адамның барлық күні қайыз үкіміне кіреді. Арасында таза болған уақыттарының қазасын өтейді деген нәрсе жоқ. Ол 10 күннің ішіне есептеледі, 10 күннің барлығы қайыз үкіміне кіреді дейді. Ал жалпы бұл қайыз тақырыбына байланысты сұрақтарыңыз бар ма?